Шоколад пен сары майды ерітіп аламыз. Оның разрыхлитель какаоны араластырып қойып қоямыз. 5 жұмыртқаға қантымызды салып, тұз салып миксерлейміз. Ол көтеріліп, кішкене көпіреді. Енді бұған ерітілген шоколадымызды қосып, тағы да миксерлейміз. Енді құрғақ ингредиенттерімізді екіге бөліп салып, миксерлейміз. Барлығы бір келкі массасы болады. Енді пергаментке 24 диаметрлі форманы сызып алып, осылай 3,5-2 қасық жарым салып, барлығын осылай орналастырып шығамыз. Бізде төрт көріш шығады. Креміне сүзбелі ірімшікке ұнтағын салып, миксерлеп аламыз да, оған клейгейімізді құямыз салқын. Тағы да миксерлейміз. Бізде қою формасын ұстап тұратын крем шығады. Мінекей осындай. Енді коржымызды оны мешочекке салып, коржымызды жинаймыз. Осындай жан-жағына шареки бірінші жағып алып, содан кейін қалған кремін ортасына жағамыз. Бәрін жағып болғаннан кейін тортымызды тоңазытқышқа салып қоямыз 1 сағаттай. Одан кейін ганашын дайындап, оның үстіне құятын боламыз. Ганашына сливки мен шоколадты ертіп аламыз. Одан кейін салқын тортымызға жаңағы ганашты құямыз. Жан-жағына ағызып, бір келкі қылып, одан кейін тортымызды 2-3 сағатқа тоңазытқышқа кремі сіңу үшін қойып қоямыз. Біздің вупи-пай тортымыз осындай болып шығады. Өте дәмді болады. Және де арасында кремдері бір келкі бірдей болып шыққан. Жасап көріңіздер. Ас болсын.